Бәріңізге сәлем. Бүгін жаңа жылдық дастарханға бауырдан тез жасалатын салат жасаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, сәбіз, бауыр, қияр және майонез керек болады. Ең бірінші бауырды қатты қатырмай бір қайнатып аламыз. Одан кейін осы видеода көрсетілгендей ұзыншалап, яғни ұсақтап, соломкалап тураймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, соломка мықты ірі болмау керек, ұсақ болу керек. Сол кезде әдемі болады. Бауырдан соң свежий қиярды алып, оны да ұзыншалап тураймыз. Одан соң қайнатылған сәбізді аламыз. Сәбізді қайнатқан кезде оны қатты езіп жібермеу керек, сәл-пәл қаттылау болғаны дұрыс. Және де оны қияр сияқты осылай ұзыншалап, соломкалап тураймыз. Содан кейін піскен 3 жұмыртқаны да ұзыншалап тураймыз. Соңғы 3-ші жұмыртқаның ақ уызын салатқа тураймыз. Сары уызын әдемілік үшін алып қаламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және майонез саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің осы дайындаған порциямнан 3 тарелка шықты. Тарелкаға салған кезде әдемілеп ортасына көтеріп саламыз. Жаңағы алып қалған сары уызымызды төркінің ұсақ жағынан салаттың үстіне өткіземіз. Бұл салатты жасап көруге кеңес беремін. Дәмі жағынан оливьеге ұқсас. Сіздің мерекелік дастарханыңызды ашары сөзсіз. Ас болсын.